Assalamu alaikum qadrli teletomoshabinlar. Kun davomida жұмыслар менен шаршап, кешки вакытта телевизор көрүп, дем алуу максатында Каракалпакстан телеканалын тамаша кылып отурган болсаңыз, демек кателеспепсиз. Себеби биз де сизге рухий дем алыс инам этүү максатында аракеттебиз. Өзүнүн ажайып жанлы хауыздагы косуклары, жакшы сөйбөтлөрү менен караоке шоу көрсөтүүгө және де эфирде. Көрсөтүүбүздүн бүгүнкү мейманын тарифитигин болсак, ол эстрададагы өзүнүн дөрүтүүчүлүгүн Алпамыс дастанынан Алпамыстын ариясы менен басады. Соңун ала Түсүнөрсең, Дарья, Кыялымда, Кастелеп, Абайлаң сыяктуу бир канча косуклары менен көпчүлүккө таанылып үлгерди. Демек сөзүмүздү аңлаган болсаңыз, бүгүнкү көрсөтүүбүздүн мейманы Ильяс Балтабаев. Түсүнөрсең, мени качан жаныңа жагымлы бир сөз айтсам, кызлар келер мейли кеткени менен, баарысыз кайтпайды күткөнүм менен. Багымдагы күнүм, жанды отларга жактың, мени кыйнап не таптың. Birimiz gavharsiz, birimiz dursiz. Köylümde kaldın al sende, tügünsüz derdimde tınlaydı derya. Barlarda жалгызлык туйларын туйлап, мәжнүнлер кул сілтеп достым деп сайлар. Үстүмнен күлгендей бүлбүллөр сайрар. Тегүнсүз дертимди тыңлайды дарья. Ильяс, көрсөтүүбүзгө кош келипсиз. Рахмет. Караоке шоу көрсөтүүнүн биринчи санын тамашаладыңызбы? Каракалпакстан телеканалынын өз мыкаласымен мен көрсөтүүлөрүн колдон келгенче бос убактымда көрүп барууга аракет этемин. Албетте көрдүм бул көрсөтүүдө. Бүгүнкү көрсөтүүдөн нелер күтүп атырсыз? Бүгүн көрсөтүүдөн Кудай кааласа жакшы нерселерди күтүп атырмын. Жанлы хавозда калкыбызга косук аткарып берүү бир жуда жакшы. Халкымызда сиздин аткарууңуздагы жанлы хавоздагы косукларды тыңлап, бир жакшы рухий дем алады деген үмүттөбүз. Каршы болмасаңыз, көрсөтүүбүздүн баскычтарын базайбыз. Мархамат. Ильяс, көрсөтүүбүздүн биринчи баскычы жеке репертуар деп аталады. Яғни бул баскычта сиз өзүңүздүн репертуарыңызга тийиштүү болгон косукту аткарып берүүңүз керек. Бүгүнкү күндө көз түймесин деп айтайык, дөрүтүүчүлүктө жуда белсендисиз. Көплөгөн косукларыңызды калкымызга анам этип жатырсыз. Және де кандай жаңалыктарды калкымызга анам этүү ниетиңиз бар? Және де калкымызга таза косуклар, таза клиплер Кудай кааласа 2020-жылда колдон келгенче анам этебиз. Режиссерибиз менен биргеликте ойлашып атырмыз, композиторлор менен биргеликте, шайырлар менен биргеликте ойлашып атырмыз. Кудай кааласа таза затлар, таза косуклар үстүндө эслесип атырмыз. Кудай кааласа. Жуда жакшы. Азыр көрсөтүүбүздө жеке репертуар баскычына кайсы косугуңузду тыңлайбыз? Жеке косуктардан Дарья аттуу косукту эстеген чыгарсыз, алжаспасам. Калкымызга кеңден таркалды Дарья. Дарья аттуу косуктун клипинин экинчи бөлүмү чыкты. Кыялымда аттуу косукту аткарып бермекчимин. Мархамат, тыңлайбыз. Sersen sezim, sersen muhabbat, seni izlep kıstagan bir pan. Canım taskin berip sen mağan, kıyalımda jasaysan dep ay, kıyalımda jasaysan dep ayt. İlacım yok takdiresine, ten berginin oban tüsüne.
жасайсың деп қиялымда жасайсың деп қиялымда жасайсың деп Tilki para boldu yüreğim Gelir senin güder üzbegim Soranaman soңғы тілегim Қиялымда жасайсың деп Қиялымда жасайсың деп Айтар болсам әгер шынымды Bilgim kelir işte sırrımdı Yürekkenim alsın tınımdı Kıyalımda yaşaysan dep Kıyalımda yaşaysan dep Kıyalımda yaşaysan dep yaşaysan dep Kıyalımda yaşaysan dep Рахмет Ильяс, авазыңыз еледе жаңлай берсін. Көрсетуімізге жүдә бір жақсы кейпият бағышлап, ажайып қосқойын басаңыз. Бізде сондай қосықлар бар, халқымызға ят болып кеткен. Халқымыз себебі өзі қосыққа жүдә бір жақын, қосық сүйер халық хесапланады. Мәселен, қандай да бір қуанышлы күндерде, зияфатларда біреуі басылап қалса, қалғанлары қосылып беймәлел айта алатын дәрежеде ят болып кеткен қосықлар бар. Біз бұларды беймәлел ретро қосықлар деп айтсақ болады. Міне осындай қосықлар орын алған біздің көрсетуіміздің шарты ретро деп аталады. Бұл шартта сіз сол халқымызға ят болып кеткен қосықлардың бірін атқарып беруіңіз керек. Бұл қайсы қосық? Ұстазымыз Өзбекстан һәм Қарақалпақстан қызмет көрсеткен артист Мақсет Өтемұратның қосықлары да біраз халқымыздың көңілінен жай алып, жансыз айтқандай той мерекелерде, жиылlarda атқарылып келіп жатырыпты. Ұстазымыздың қосықларынан сүйіп қалдым атлы қосығын атқарып берсем. Мархамат, тыңлаймыз. Sayasında otursam kaldım Yüreğimde sen bilip aldın Göz aldımdan gitmeysen asla Güzel seni ben suyup kaldım Sayasında otursam kaldım Yüreğimde sen bilip aldın Göz aldımdan gitmeysen asla Güzel seni ben suyup kaldım Güzel seni Güzel seni Güzel seni ben suyup kaldım Seni oylamadan günüm olmadı Sıra düz görmegen tünüm olmadı Şeksiz keng şehirde gönlüm tulmadı
Güzel seni men suyup kaldım. Güzel seni, ey güzel seni, güzel seni men suyup kaldım. Sen dip şirin oylarga taldım. Muhabbatın namasın çaldım. Kıyalımdan ketmedin asla. Güzel seni men suyup kaldım. Sen dip şirin oylarga taldım. Muhabbatın namasın çaldım. Kıyalımdan gitmedin asla. Güzel seni men suyup kaldım. Güzel seni, güzel seni, güzel seni men suyup kaldım. Güzel seni, güzel seni, güzel seni men suyup kaldım. Seni oylamadan günüm bulmadı. Sıra düz görmegen tünüm bulmadı. Şeksiz keng jahanga gülüm tulmadı. Güzel seni men suyup kaldım. Güzel seni, güzel seni, güzel seni men suyup kaldım. Güzel seni, güzel seni, güzel seni men suyup kaldım. Güzel seni men suyup kaldım. Oh, 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 Рахмет, Ильяс, жүдә бір ажайып қосық. Менімше бұл қосықты қосылып айтатын инсанлар болса, ана экранымыздағы сөздердің керегі де жоқ. Халқымызға себеп яд болып кеткен қосықлардың бірі. Енді көрсетудің мақсаты да көбірек жанлы хауазда үгіт насихатлау болып есептелінеді. Жанлы хауаз һәм фонограмма. Жанлы хауаз басқа, фонограмма басқа. Екеуінің аспан мен жердей бар. Бірақ ұқсастық тарихы бар, сіз айтқандай, ұқсастық тарихы бәрібір фонограмманы атқару үшінен атқарушылық шеберлігі болуы керек. Ол өз-өзінен шығып қалатын нәрсе емес қой. Әлбетте. Сол бәрі қосықшы дауысы болу керек, таланты болу керек. Мысалы, фонограмма істеу үшінен. Бір фонограмманың жақсы жері, мысалы, азыр телефонларда дейміз, ямаса интернет тармақларда дейміз, тарқалуына мысалы үлкен үлесі бар фонограмманы. Жанлы хауаз енді ол басқа дүния, себебі қосықшының бір өзі, мысалы, қанша халық алдында тұрғанменен бір өзі қалып, өзінің ішкі кешірмелерін халыққа тезлеу жетіп баруына меніңше үлкен үлесі бар. Жақсы, рахмет. Қарақалпақстан Республикасында қызмет көрсеткен артист Карамат Ахитжанов, ұстазыңыз. Дұрыс. Бүгінгі күнде ұстазбенен бірlikte қандай дөретушілік жұмыстары бар? Ұстазымызбенен дөретушілік қазір теңдей есебінде. Әмме уақытта ойласып, теңдей келіп жатыр. Шәкірт түсуіңіз қалай болған Карамат Ахитжановқа? Ұстазыма өзім әкем қолынан жетелеп, той қызметінде тұрған жерінде, сенің шәкіртің боламын деп апарған әкем.
Сол жерде қосық айтырып көрген. Қайсы қосықты айтып бергенсіз ол кезде? Ол кезде Дәулет Атажанов атқарған көрінбейді көзіме сенен басқа атлы қосығы атқарып бергенмен даусың жақсы деп ұстазымыз бірге қасына алған. Ильяс, бұл басқышымыз жаһан эстрадасы деп аталады, яғни сол Қарақалпақ эстрадасынан бөлек эстрададан, қалеген эстрададан өзіңіз қосық атқарып беруіңіз керек. Қайсы мемлекет эстрадасы һәм де кімнің қосық атқарып береміз қазір? Енді көпшілікке белгілі болған Болливуд фильмлерінен аталған Ашықлар атлы кинодан саундтрек Тұңғиға қосығын атқарып берсем. Қолдан келгенше. Мархамат, тыңдаймыз. Телетамаша көйлеріміздің арасында сол қосыққа қызығатынлары бар, көпшілік. Оларда сол жанлы ауызды жақсы атқару үшін көбірек не нәрселерге э'тибар беру керек? Нелердің үстінде көбірек істеу керек? Көп қосық есту керек адам. Һәм көп қосық ләжібанша өзіне түсетін қосықтарды атқарып көре беру керек. Ильяс, бұл шартымыз көбірек үмітке де байланысты десек болады, себебі күтілмеген қосық экранымыздағы 1-16-ға шейінгі болған санлардан бірін сайлауыңыз керек. Қайсы санды сайлаймыз? Маған ұнайтын, жақсы көретін сан 13 саны. 13 сан. Қарақалпақстан Республикасына қызмет көрсеткен артист Бегіз Темірбаев атқарған Yosh атлы қосық түсті. Шыдай жақсы қосық. Өзбекстан қағамнаны, Өзбекстанның Қарақалпақстан халық шайыры Ибраим Юсуп сөзіне ажайып қосық, зор қосық. Мархамат, олай болса тыңдаймыз.
azırak yoş ber bizge. Yoş degen jaman nerse, görmegenge tan nerse. Qo'siq ting'og'im kelsa, azırak yoş ber bizge. Yoş degen jaman nerse, görmegenge tan nerse. Qo'siq ting'og'im kelsa, azırak yoş ber bizge. Azırak yoş ber bizge. Yoş degen jaman nerse, görmegenge tan nerse. Onu samalga bersen, davul turar sol gezde. Yoş degen jaman nerse, görmegenge tan nerse. Qo'siq ting'og'im kelsa, azırak yoş ber bizge. Yoş degen jaman nerse, görmegenge tan nerse. Qo'siq ting'og'im kelsa, azırak yoş ber bizge. Azırak yoş ber bizge. Azırak yoş ber bizge. Bayramlar қарсаңында, bahar mavsumida ушундай ажайып кейпиятта көрсөтүүбүзгө ажайып сан багышладыңыз. Yosh атыл косугунун сизге түсүүнүн өзү де бул көрсөтүүбүз ушун өзгөчө бир сан салтанат болду. Албетте дөрөтүчүлүгүңүздө табыстар тилейбиз. Алдагы убакытта жакшы дөрөтүлгөн косукларыңыз менен калкыбызга кызмет этип жүрө берүүңүзгө тилектеспиз. Сау саламат болуң. Biz oylagan sizlerimizde жақсы әмелге асыруымыз үшін бірінші нөвбетте шаңырағымыздың тыншылығы әмде кейпиятымыз жақсы болуы керек. Біз сізге жақсы кейпият інім ете алған болсақ, бұндан қуаншылымыз. Шаңырағыңызға болса, аманлық дейміз. Сау, саламат болыңыз.